Адамдар неге өтірік айтады? Жер бетінде бір кәрі кемпір жүкті болып қалады. Бірақ ол кезде аспанның жырығы әлі жабылмаған еді. Ішіндегі бала: "Апа, аспанның жарығы бітті ме?" деп мазалап қайта-қайта сұрай береді екен. Анасы оған: "Аспан әлі бітелген жоқ" дейді. Бірақ мазасыз бала тағы да осы сауалды қоя берген соң, кемпір әбден жалығып: "Аспанның тесігі бітелді" деп өтірік айта салады. Сол екен бала: "Сол қолыңызды көтеріңіз, апа" дейді де қолтығынан туа салады. Ол ержеткен азамат қалпында туылыпты да, аспанға қараса әлі жыртығы жабылмаған екен. Дереу уыстап күл алыпты да, аспанның жыртығына үрлеп шашқан екен. Ол бітеліп, аспанның тігі жымы пайда болыпты. Бірақ осылайша алғашқы ер кісі мерзімінен бұрын туғандықтан, Алла тағала адамның ғұмыры қыса етіп, кемпірдің айта салған өтірігіне байланысты әр адамға әртүрлі мінез беріпті. Кей адамдарға өтірікші, алдампаз, сұмсырқия мінезді тарту еткен екен.